шағында қалайын неден қорғанып, кез келгеннен шықпайды жүйріктікпенен жорғанық. Жыраулық, жыршылық өнерді ұстанып жүрген Бейсенов Арғын Бейсенұлы 1971 жылы 14 сәуірде Маңғыстау облысы Қызылсу ауылы Жылқайдар қонысында көпбалалы отбасында дүниеге келген. Ата-аналары дәулетті өмір сүрген, айналасына қайыры тиген, өнерлі, ізгі адамдарды құрмет тұтқан жандар еді. Әкесі Имам Мәдіұлы Бейсен сөзде тірілтіп айтатын ділмәр адам болған. Атасы Имам Мәді ескі шежірелерді, аңыз қисаларды көп білетін көненің көзі. Анасы Ізім Адамбайқызы ескі жырдастандарды, өлеңдерді, ертегі, аңыз әңгімелерді жатқа білетін сөз білгі кісі болды. Бұл шаңырақ қай кезде де домбырасыз болған емес. Арғынның өнерге алғаш қадам басуы өз шаңырағында басталды. Анасы Арғынды дүниеге әкелер кезінде аталары аян берді. Көрген түсін сол кездегі тақау бекісі өзінің дүниеден өтер кезін болжаған Шоңай Шамырхан атамыз жорып, өмірге көзі ашық, көкірегі ояу, маңдайы жарқыраған өнерлі бала дүниеге келетіндігін айтқан. Сол атамыздың айтқаны келіп, ес білгенінен анасының аңыз ертегі әңгімелерін естіп, бала жасынан жырдастандарға құмар болды. 7-8 жасында Алпамыс батыр, Қобыланды батыр жырларын күйтобақтан тыңдап, жаттап өсті. Әкесі Бейсен Түркменстаннан арнайы келген шайыр Байбоз Есенғали Бөкенбаев пен Жанақ Қармыстың үйіндегі кездесуде ақын атамыздың сөз саптауына, жыр өлеңдеріне, ағыл-тегіл сұлу сөздеріне риза болып, астына ат мінгізеді. Бәлки кесек турайтын кең көңіл шал баласынан кейін осы Есенғали шайырдан баталатынын білді ме екен. 1978-1988 жылдары Қарақұдық орта мектебінде білім алады. Сол кездегі оркестр жетекшісі Берік Қонаш мектеп оқушысы Арғынды оркестр құрамына алып, алғашқа өнер сахнасына шығуына себепкер болды. 1991 жылы әскерден келген соң жырға деген құмарлығы арта түсіп, жиын тойларда ән жыр айта бастайды. 1992-2001 жылдары өндірістік УТТ-1, ОС-2 құлагер мекемелерінде көлік жүргізушісі болып еңбек етіп жүрсе де, өнерді жанынан тастамай серік етті. 2001 жылы Есенғали Бөкенбаевтан бата алып, ақындық қыры көріне бастаған Арғын қалалық, облыстық ақындар айтысында өнер көрсетіп, топ жарып, жүлделі орындарға ие болып жүрді. Арғын қаладағы, өңірдегі, елдегі болып жатқан шараларға сергек қараған азамат. 2022 жылы қаңтар оқиғасында елбасына күн туып, қазақтың елдігі сынға түскенде, елді сөзге тоқтатып, халықты саяси арандатушы топтың сөзіне ертпей, тәртіпке, ізгілікке шақырды. Елді аман сақтауға қосқан үлесі үшін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының құрмет орденімен марапатталды. Ассалаумағалейкум, құрметті жырсүйер қауым, қадірменді ағайын. Ендеше қошеметтеріңізбен бүгінгі кештің авторы Бейсенов Арғынды қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Барша өзіміздің күнде жиын тойда мереке аста көріп жүрген ағаларым, жеңгелерім, барша менің жан-жақ көрерменім деп айтамын. Қош келдіңіздер. Енді рухани кеш деп хабарланып жатыр. Енді рух деген нәрсені бір әп-сәтте түсіндіріп бере қою қиын дей тұрған, мен Құдай тағаланың Құран-ы Кәрімде айтқан жері бар. Мен пендеме рух деген нығметімді үрледім деген. Ол асыл рух, яғни жанымыз, сол ұлық Алланың бір бөлшегі болғандықтан бұған азық керек. Ішеміз, жейміз, тәнімізді суарамыз, бұл тәннің азығы. Енді жанның азығы осы кешегі аталарымыз жырменен, хадис құранменен, ол енді әулиелердің дәрежесі. Біз қарапайым халық осы жырменен қуаттанып отырғанбыз. Сондықтан мына мені жыр кешке келгендеріңізге барша рахмет айтып отырып, енді
Берік Жүсіп ағамыз айтатын, жыраулық қай кезде тоқтайды? Жыраулық жаттан жатқа айтып ешқандай өзгеріссіз болса, ол жыраулықты тоқтаған деп. Жыраулық бүгін мына ерлікті мына жерде басқа қылып айтса, келесі жерде өзгертіп айтады. Қашағанның жырын үстіне қосып айтылса, қосып нәрлеп айтады. Нұрымның мысалға ерлік жырларын әрі қарай қосып ел халыққа өз тілде жеткізіп отыру, бұл жыраулық деген. Сондықтан мына өзіміз әлімізше осы жыраулардың жолын жалғап жүргеннен кейін ел халық құрметтеп осындай бір кеш беруге мүмкіндік жасап жатыр екен. Осыған атсалысқан барлық осы жердегі әкімшілікке, оны қолдап жүрген Гүлайым Бақытқызына, Динаға, осы жердегі барлық атсалысқан әріптестеріме, жыршыларға, баршасына рахмет айтамын. Ал ары қарай ендеше жайғасайық. Ассалаумағалейкум аға. Жыр деген қасиетті өнерді ұстап жүрген азаматсыз. Өңірімізде жалпы енді сізді халық Есенғали Бөкенбаевтан бата алғаныңызды біледі. Есенғали Бөкенбаев атақты Сәттіғұл Жанғабылдан бата алыпты. Сәттіғұл атамыз өзінің бата алған ұстазы Қашаған екенін білеміз. Қашаған атамыз сірә өзінің жырында Нұрымдан бата алған айтысып, Нұрым атамыз Абылдан бата алса, ел аузында Абылды Сыпырадан бата алған деп айтады. Осындай енді қасиетті бата сізге жеткен екен. Осы бата сіздің өміріңізге, өнеріңізге әсер етті ме? Осыны бір толығырақ айтып берсеңіз. Енді бата деген нәрсені бір 4-5 минутқа сыйғызып айту кейде уақыт жетпей қалады. Орынбасар деген кәкеміз айтып отыратын, бата деген балқып тұрады деп, оны ықыласпен, ниетпен құйып алу керек деп. Мысалы шариғатта қажылыққа барған адамның қажылығы келгеннен кейін қабыл болады дейді. Келгеннен кейін 90%, барғанның құрметі 10% қабыл болады. Сол сияқты ол енді Есенғалидан бата алдым дегенде, ол бата мына көпшіліктің батасымен қабыл болады. Есенғали ұстазымыздың өзінің айтқаны бар. Адайда ақын өткен жоқ, Абыл Нұрым ақтандай, Қашағанның сөздері құтқармайтын түскенді қандауызды қақпандай, Сәттіғұлдың сөздері жанға жайылым ақпалдай, ойыңның болсын салмағы таразы басар батпандай, тәтті болсын сөздерің малдың дәмін татқандай, көпке болсын ұнамды құлағына жаққандай, халықтың оят рухын дауылпаз дабыл қаққандай, еліңнің қорғап бірлігін адаспай бағыт тапқандай, ерлердің жылда ерлігін ұрпағы үлгі тұтқандай, татулық шамын жаға бір арайлап атқан ақтаңдай деп. Өзінің батасында бір келтіріп кеткен жері бар осылай. Енді осыны орындағанда ғана бұл бата қабыл болады деп білемін. Себебі мен енді мына көпшілік біледі, көп ауырған адаммын. Осыдан 20 жыл бұрын 2-3 рет операцияға түстім, соның бәрін кейде ойлаймын. Осы батаны дұрыс сақтамадым ба, жолды дұрыс ұстамадым ба, сосын кішкене аталарымыздың бізге жолға салу үшін берген бағыты солай болды ма деп кейде мына азаматтар айтып жатады, арғын өзгеріп кетті, Құдай жолына түсіп кетті, намаз оқыпты деген сияқты. Енді жаңа өзім айтып отқандай, ардан қатқа келе жатқан батаны солай сақтамаса адам сақтай алмайды. Сондықтан бірден бір осы Есенғали атамыздың батасы қабыл болса, осы ел халықтың ықыласы деп білемін. Осы отырған мінекей шын жанкүйерлер келіп отыр деп білемін. Гүлайым Бақытқыз айтқан, техникум бар, мына басқа да колледждер бар, мектептер бар, солардан шақыртумен келтірейік деп. Жоқ, керек жоқ, өзі жинаса баяғы Қаулаш Титке әкеміз айтады екен, тыңдамайтын 20 адамнан тыңдайтын 5 адам жақсы деп. Өзінің ықыласымен келген адам келер деп топшылағанбыз. Келгендеріңізге рахмет айтамын. Енді осы батаны айтып жатыр ғой, ұстазымның қазір өзі кез келгенде бір жырын айтып беруім керек еді. Себебі мына Сәттіғұл атамыз, Ақтан атамыздың сөзімен бастайтын болған ұстазым деп. Біздің мына жердегі мына Мақсат ағамыз бар, Мекебай ағамыз бар, Ұзақбай ағамыз бар, Алпысбай болсын, Есенғали Бөкенбаевтың сөзін айтпайтын адам жоқ осы жерде. Соның барлық Исаханның сөзін айтып жүр, себебі ұстазымыз солай. Сондықтан мына жерде Домбырадан бұрын қазір Есенғали Бөкенбаев атамыз 80 жасқа шығып, ортамызда жүр, сол кісіге бір 80 жасына арнаған бар еді, соны оқып беріп жіберейін. Бәрекелді. Есенғали шайырым, үлгілі ұстаз ардақты, ұшқыр ойлы салмақты, келдіңіз бүгін 80-ге,
мойынсынып қарттыққа түспедіңіз бүкшенге, жырыңыздан нәр алдым ой жүгіртсем өткенге, қырда гүлі жайнаған ұқсайсыңыз көктемге, той тілейтін көңілің таза шығар сүттен де, шабатын жүйрік емессің қамшыменен түрткенде, жеке дара өтесіз жар мәреден күткенде, қызыққан жоқсыз қызарған шапан менен шекпенге, жаңылмай елің таниды сары алтындай сөзіңді жыршылар айтып өткенде, жыр сезім менде оянды мақсат аға жырыңды ауылға әкеп төккенде, сәуірдегі жаңбырдай жүрекке жайлы тиетін сөз сұлуын сепкенде, нәр бердіңіз жырменен еңбегін таза еткенге, қуат бердің өлеңмен уайым қайғы шеккенге, сөз жебесін қададың өркөкірек бектерге, сараңдықпенен аузын құр шөппенен сүрткенге, сура турасында айттыңыз жуастарды тепкенге, озбырлар сізден жасқанды өткір шындық өлеңді жаяуындай төккенде, отты жырың әлі де ұқсамайды біткенге, Есенғали ұстазым келсеңізде 80-ге, өлеңді қойдай өргіздің, жүріп өткен жолыңнан жыр маржанын тергіздің, нұрым менен қашаған сәтті қыл жүрген жол менен мені де ата жүргіздің, суымайды өлеңің көңілін елдің ашады, шайындай ыстық теріміздің, атанам айтқан ақылды жырың менен түретіп өмірдің мәнін білгіздің, жылағанды жұбатып тоғыз қайық толғаумен қапасынан тұрғыздың, тыңдаушыны қандырып еріксіз құлақ түргіздің, сұрапыл соғыс жылдары жігерді жанып жырменен жеңіске мойын бұрғыздың, омырауыңа ақындық орден медаль енгіздің, дарияны өзіңдей ардақтайды ел біздің, бәйге бермес тозада тұлпарсыңыз қанатты, жылларыңды жыршылар болсаң да алыс тұратты, түрікпен туыс елі де өзіңді биік санапты, ол жақта да атыңыз кең жайылып тарапты, шайыр деп қазақтың мақтын бұлға балапты, той мереке жиында жырыңды айтса жыршылар тыңдағандар ұнатты, баянсыз деп жалғанды жылағанды жұбатты, Исағамнан айтқан деп тыңдаушының көңілінен орын тапты тұрақты, мұңайғанды серпілдер сөздерің жарық шырақты, өлеңіңнің жинағын кітап қылып баспадан елімізге таратты, 80 жылдық тойыңа жыр арнадым азырақ, бір алла беріп талапты, талай жүйрік өтулі дүниеге адам қонақты, мойымаңыз тірлікте тоқтатпаңыз ел үшін мөлдір таза бұлақты, Алланың берген жасында тастамаңыз қаламдай өткір қару жарақты деп жазып кетпін 2001 жылы. Осыдан 22-23 жылдай бұрын. Рахмет. Керемет, бәрекелді. Олай болса, бүгін енді кешімізге алыстан атарлатып, Мақат ауданынан келіп отырған мәслихат депутаттары бар екен, Бейнеу ауданынан келіп отырған мәслихат депутаттары бар. Жаңаөзен қалалық мәслихат депутаттары бар, қатысып отыр. Енді аз-маз енді бір құттықтау сөздері бар екен. Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Жаңабай Үсенбайұлы және Мұнайлы ауданынан келіп отырған әкімнің орынбасары және жыршының кластасы, сіздің кластасыңыз Сара Ноғайып апамыз. Қошеметтеріңізбен ортаға шақырсақ, сөз кезегі береміз. Сара келмеймін деп жатыр еді мана. Кластасың ба? Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, қадірменді өнер сүйер қауым, қала қонақтары. Міне бүгін тағы да Жаңаөзен қаласында той мерекелі күн деп айтсақ та қателеспейміз. Бүгін міне бабалардан өсиет болып келе жатқан жыр термелердің рухани кештің куәсі болып отырмыз. Ендеше баршаңызға да осы бүгінгі кешке келгендеріңізге қош келдіңіздер деймін. Жыр терме бабаларымыздан келе жатқан жанр, өте қазақтың ұлттық идеологиясы да, аманаты да осы жырдың ішінде барлығы айтылған. Ендеше осы идеяларды
бабаларымыздан қалған аманатты жыр терме арқылы жеткізіп келе жатқан өңірімізде көптеген термеші ақындарымыз бар. Соның ішінде ең ерекшелігін атап өткім келеді. Өз қаламыздың тұрғыны, бәріміздің де жерлестеріміз, міне Арғын Бейсенұлының ақын, ұзақбай танушы жыр термешінің рөлі ерекше деп айтсақ та қателеспейміз. Ал Әреке, сіздің мына бүгінгі шығармашылық кешіңіз жыл басында біздердің бекітілген мәдени бұқаралық және мәдени көпшілік іс-шара жоспарында енгізген болатын. Биыл өзіңізге белгілі қаламыздың құрметті қонақтар, қаламыздың бүгінгі Жаңаөзен қаласының сүйікті қаламыздың 55 жылдығы атап өттік. Міне осы шаралардың барлығы осы 55 жылдық аясында жоспарланған болатын. Міне бүгінде соң сәті түсті. Керемет. Өзің қаламыздың тұрғындарына қарағанда қонақтарымыздың көбейген, сіздің құрметтеп келе жатқан бір айға деп айтуға да болады. Ал баршаңызға да бүгінгі кеш құтты болсын, жақсы демалыс, мерекелік күн болсын. Ал Арғын Бейсенұлы, сізді тағы да осы көрермендердің мына қонақтардың алдында сізді тағы рет құттықтай отырып, деніңізге саулық, творчестволық табыстар, отбасыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Және құрметті ардақты ағайын, қазақта сөз бар ғой, той болған жерде міндетті шашы болады дейді. Сол ендеше мына қала әкімінің алғыс хатымен марапаттауға рұқсат етіңіз. Жаңаөзен қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін Арғын Бейсенұлы Бейсеновке алғыс жарлаймын. Және иығына шапан жауатын сертификатымыз да бар, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті өнерсүйер, өлеңсүйер көпшілік. Мынау жалындаған, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған, өз төркінім Жаңаөзен халқына қош келдіңіздер деймін бүгінгі арқалы кешке. Мен қазір бір ауданның сәлемін алып келгенмен де, ар жағым осы Арғынның анау бала кезден бірге оқыған сыныптасымын. Қазір менің қасымда Арғынның шашбауын көтеріп келе жатырған сыныптастарым отыр менің. Бағанадан бері көкейімде көп нәрсе сайрап тұреді. Сіздерді көргеннен кейін, Арғынды көргеннен кейін кішкене ойым шашқан болып кетті. Кешірім өтінемін. Арғынның, мен өзім Арғынды ағарғын дейді. Себебі бәр құрдастың орны, өзіндік орны бар ғой, бірақ Арғынның орны ерекше. Себебі көпшіліктің алдында жүріп, анау бағзы заманнан келе жатырған жыршылық дәстүрдің сарқыты іспетті біздің заманымыздан келесі заманға, келесі ұрпаққа үлгі болатын, алтын көпір болатын жігіттердің біреуі және бірегейі деп білемін. Сонымен бірге Арғынды құрметтейтін тағы бір орным, бұл 2000 жылдары Арғын қатты ауырды. Біз ол кезде ұямыздан ұшып кеттік. Дей тұрғанмен де сол Арғынның басына түскен қиындықтар, соның бәрін жеңе білген үшін мен Арғынға бас иемін. Құрметтеймін. Бүгін сіздер сол Арғынның өнерін, Арғынның өлеңін, жырына сусындаймын деп келген алқалаған әлеумет сіздерге де басым деймін. Енді мынау адресаттың ішінде Арғынға деген ыстық ықылас, шын ниет, ақжарма тілек бар. Оны енді
замандасымыз Набатпен бірге үйінде оқыр, той шымылдығын ашып, дәл осындай жақсы көңіл күйде қарсы алып жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Арғынның шабыты шалқи берсін, өсе берсін, өне берсін, шығармашылық табыстар тілеймін. Бәрекелді. Ендеше жаңа біз әңгімемізді батамен бастадық. Батаменен ер көгерер, жаңбырменен жер көгерер дейді. Қазақ айтады, батасыз қол арымас деп батадан бастадық. Жалпы енді қазақ қашқанда бекет, қуғанда бекет дейді. Үлкен әжелеріміздің, аталарымыздың, аналарымыздың сасқанда талай бекет дегенді естіп жүрдік. Осы әулиелер туралы жырау бабаларымыз не дейді? Өзіңіз не айтасыз? Бәрекелді. Енді бір орынды сұрақ деп білем. Осы әулиелер үстінде бір әртүрлі талас жүріп жатады ғой енді біздің қоғамда. Әулиелер желей ма, жебей ма, әруақ қолдасын бар ма, жоқ па деп. Мына көпшіліктің алдында мен осы соны бала жасымнан естідім, әлі айтып келе жатырмын. Әруаққа сеніммен қарап, сол әруақтан демеу күтеміз, жебеу күтеміз. Әруақ қолдасын, бекет атамыз сақтасын деген сөз біз әлі айтып келе жатырмыз, айта береміз. Оның кереметтерін көрдік, ода біз айтып таусалмаймыз. Дей тұрғанменен біздің жырға қосып жүретін батыр бабаларымыздың барлығы бекет деп жапқан жауға, я бекет деген. Сол сияқты бұл енді адам бір тән жан дейді, рух дейді болмаса, соның дәрежесінен өлшеп қазір мына жерде талдап айтуға уақыт керек. Дей тұрғанменен қазақта ой ол бір әулие кісі еді ғой дейтін бір таза, жан таза адамдарды, кереметі, қасиеті бар адамдарды. Болмаса, сол бір әулие шығар дейсің ба деп қалады деді. Сол енді әулие аталарымызға қай уақытта бір қалам тартып келе жатырмыз. Соның бір мына қай жыл екенін қазір қарап жіберейін. 2008 жыл жазған бір бұрынғы аталарымыздың сөзін бір қағазға өлең қылып түсірген, соны оқып берейін. Сол жерде көп айтылады. Жырға да кезек береміз, жыр айтпай арған өлең оқып отырып алды демеңіздер. Бір енді кішкене ұсыныста солай болған кезінде. Мынау бұрын бала кезімізде, мен тұрған 81 жыл қырда тұрамыз, Астар дейтін інім қайсы болды. Соған Аққұлып Абзал дейтін кісі келді. Сол намазды оқуға. Сол кісі 3-ші класс бітіріп келген кезім ғой енді. Сол кісі айтқан аңыз әпсана әңгіме біздің жүрегімізде жатталып қалып, мынау Қожа Ахмет Яссауиге Арыстан баптың діннің дәнін әркелетіні. Бұл кезде құрманың дәнін алып келіп беріпті деп сол аңызды айтқан кезде, сол кезде баланың қасында тыңдап отырамыз, жаңағы кішкентай бізден аңыз әңгімеге әуес болдық қой. Сонда ойлаймыз, құрманы егейін деп, құрма жейін деп әкелген болды ау деп. Ол бақсақ діннің дәні екен. Сонда былай деп өскенде 2008 жылы сөз шығарып едім. Құдайдың заңнамасын дін дейді екен, біреулер дұрыс оны білмейді екен. Жаратушы жаппарға жұмсамаса, пайғамбарда елші болып келмейді екен. Саллаллаху уақиялық бір Алладан Құдай сөзін бұйрықпен сөйлейді екен. Мұхаммедті бірінші мойындаған Әбу Бәкір ең бірінші жәннатқа төрлейді екен. Сыдық кетіп орнына Омар болған, қаттапта қақ жолы деп терлейді екен. Омар кетіп орнына Осман болған, оның да еткен іс көлдейді екен. Ақылсыздар табылып сол кезде де Османның айтқанына көнбейді екен. Жөйттердің жансызы жаспуынға жел беріп жанжал отын үрлейді екен. Жүгенсіздер желгіп қастық қылған, болмаса Осман қолдан өлмейді екен. Осы кезден басталған дін таласы әр ағым өз жолдарын жөндейді екен. Таластың болатынын болжап айтып, пайғамбарды қарисінде үндейді екен. 73-ке бөлініп менің жолым, біреуі соның ғана жөндейді екен. Бір хикая айтайын діннен алып, білетіндер мұнымды шын дейді екен. Саллаллах сахабалармен сұхбат құрып, дұға қылып Жәбірейілге келдейді екен.
діннің дәнін егейін болашаққа, жәннаттан құрма келіп бер дейді екен. Себебі миғражда бір нұрлы ұрық көріп, Жәбірәйілге бұл ұрық кім дейді екен. Үмметім 400 жылдан кейін келер, жолыңды жалғастырар сол дейді екен. Жәбірәйіл аттанып жәннат баққа, баршасы құрма күтіп тұр дейді екен. 33 мың жиналып сахабасы тәубе етіп көңілдерін бірлейді екен. Бір құрма беріліп барлығына жүректері нұрға толып гүлдейді екен. Бір құрманың иесі табылмапты, иесі бұл құрманың кім дейді екен. Үмметім 400 жылдан кейін келер, иесі бұл құрманың сол дейді екен. Арқалап аманатты сол үмметке апарып беретұғын кім дейді екен. Сахабалар баталмай 400 жылға арыстан бап тәуекел мен дейді екен. Арыстан бап алып ап аманатты иесін 400 жылда іздейді екен. Айлар өтіп, жүзден жылдар өтіп, табайын деп үмітін үзбейді екен. Яссыдан бір күн тауып яссауиды, болашаққа дін жаясың сен дейді екен. Құл Қожа Ахмет дін жайып содан бері қиқметпен нұр шашып тұр дейді екен. Рухани әлемді гүлдендіріп, шәкіртінің көңілін бір дейді екен. Жан жүрегін тазартып, мүритінің басын шауып, нәпсісін жерлейді екен. Соңынан ілесіпті санаулие, әулиенің көңілі кең дейді екен. Жүрек көзі ашылып, әулиенің қызық қуып өмірді сүрмейді екен. Нәпсі қарды жеңгесін тән нұрланып, дүниені көзіне ілмейді екен. Қу дүние қалайтын құлқын сөніп, жаратқанның дидарына шөлдейді екен. Әулиеде Алланың сипаты бар, көрместер оны сірә көрмейді екен. Әлі уәли сипатынан нәр алмаса, кереметтер қолынан келмейді екен. Бірдің соңы қасиетті бекет ата, аққу боп ұшып қанат сермейді екен. Жау келсе жерімізге жасақ құрып, алдынан жел тұрғызып үрлейді екен. Қан төгістің қашанда алдын алып, саллалланың сара жолын үндейді екен. Надандар әулиеге әңгіме айтпай, әуел нәпсілерін жеңбейді екен. Тән қалауын нәпсіңді жең албасаң, асығы ақиреттің өнбейді екен. Күресіп өз нәпсін жеңген құлдың дәрежесі шахидпен тең дейді екен деп жазып бұны. 2008 жылы екен. Сол әулиелер бәрімізді қолдай берсін. Біз Қызылсу дейтін жерде туып өскен. Сол ар жақ бекет ата, бер жақ Шопан ата, соларды кереметті көріп өстік қой енді. Енді мына жыраулықты мана айттым ғой, бір рамкаға сыймай тұрады, бір ережеге сыймай тұрады. Енді мына біздің негізгі жүргізуші жігітіміз келмей қалды, сосын мына Ғазизді отырғызып қойып, бір қасымда бол дегенмін. Енді мен бір аста жүреміз, тойда жүреміз. Сонда аста жүрген кезде асығыс спорттық шаралар болады, тарататын шапандар болады. Сол кезде той астың иесі, ана құдам сөйлемей қалды, соны сөйлете қойшы, ананы сөйлете қойшы деп көп біздің мазамызды алған кезде мен түсінбейтін не қылайын деп жүрдім. Енді басыма түскен құда біліп отырып, анағамды да сөйлеткенім жақсы, мына тәртіпке бағынбай кішкене мен өзім бір екі адам шақырып жіберейін деп отырмын енді. Кешірім сұрап, қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мына жерде біздің ұлағатты ұлы жыр дейтін бір қоғамымыз бар. Соның атынан қазір Қажекен деді ғой, Қажеке, сіз ғой, сосын Кенже ауылдың атынан бір кім атын айтпаймын, өзі шығады, жаңа Ақтаудан келген інілеріміз бар ма, Кенже ауылының атынан бір екі құттықтау бар деп еді, соны шақырып жіберейін деп жатырмын. Қол соғып қошемет көрсетіп қойып, өз кезегімен шақырып отырады, арасын салып. Қожеке, келіңіз. Бейді, Қажекен жыршылар сөйлемейді, менің жырыма қосылады дейді, бірақ суретке түсу керек дейді. Сондықтан жыршылар мәкесін бастап келе бер. Қалған жетсен оқиын. Ассаламалейкум. Ұлағатты ұлы жыр ұжымы осы қаламыздың жайсаңдары, сал серлері, қайқы сайқысы, әнші, жыршы, күйші, барлық жыраулар, жыршылар ортаға шығын. Ол тек сүркесуге естелікке қажет. Жыраулардың жалғасы арғын жырау. Ассаламу алейкум көрермен ел, өнерден рух алып көгерген ел. Жалғасы жыраулардың арғын жырау, ас тойда басқарады өнерменен. Шындықпен сыр шертетін шежіреші, көңілін баулап көптің көсіледі. Адамнан туыстырар адамзатты, арқандай айтқан сөзі есіледі. Арқандай айтқан сөзі есіледі, тайпалған жорғадайына көсіледі, қазына кеуде көмбе сөгіледі,
жырласа тілі маржан төгіледі. Ақ көңіл Алласы иманы мол, насихат айтса кенді жиғаны мол. Оң білімі артқан сайын кішіпейіл, еліне берер нәрлі сулары көл. Арғыным артып туған анасынан, сүйегі асыл текті бабасынан, жан тәні пәктігімен пірлер қолдар, сенімді бір Алладан панасы бар. Қазақтан елеу алаш бегарыстан, мөңкіден алшыналау құдиярдан, бай лақап қадыр қожа бай қожадан, елтайдан аруақты ер адайдан, адайдан құдай берді, кәрім берді, аталған құдай кемен келін берді. Ат қойғыш тергеп атау әйел заттан, сүйікті лақабаты телінеді. Әлнияз бұзау лақап ел біледі, айтуымыз батырымнан шылым ері, ер шылым әкесінің кегін алған, қазақтық салт санаға берігеді. Өрдектің кенжесінен қой сарысы, тап берген қос қарасы ес мұраты, Мәулиддин имам Мәди бейсенінен арғыны артық туып асыл заты. Ел мұңын жырға қосып шыңдап еді, ұлтымыз ұйысумен тыңдап еді. Кеңдігін талап еткен жазаланған ерлерді арғын ақын жырлап еді. Ой түйіп өнегелі өмірінен өсиет елең етіп, өлең өрген көңілінен жиғаны жыраулардың жалғасы кітабы шыққан міне сенімінен. Қайқысы, сәйкісі мол жаңа өзен, тізімдеп 25-ін өлең өрем. Қаржаубай, Ұзақбай мен Базарбайым, Мақсат пен Есмұрза мен жолдас екен. Әзірбай, Арғын, Сәкен, Алпысбайым, Ахмет, Жанар, Марат, Мекебайым, Қармыс пен Жарас, Еркін, Дәмегүлім, Тазагүл, Айтқұл, Нұрлан, Амантайым, Айсәуле, Бақтыбайым, Нұрболатым, жыраулар жыршы күйші салтанатым, ұлағатты ұлы жыр ұжым едік, бас қоссақ ортақ оймен ән салатын. Сәрсенбі сәтті күні мұнайшыда мәдениет үйінен шырай шығар, Гүлайым дәмелі мен Гүлжан өркен, қарлығаш қолдасумен ұнайтын жан. Арғынның өнеркеші сәніменен, өтуді жыр термекүй әніменен, ұрпаққа өнегелі өсиет сөз тыңдалған мағыналы мәніменен. Арғыным арғындай өс әулетіңмен, қайырлы азамат бол дәулетіңмен, заманға жарасқайда салтанатың, өнерде өнегелі сәулетіңмен. Арғыным ұрпақ өсір адайымдай, құрметтеп пәни бақи қосайымдай. Ақ бата берген сізге қаржаубаймын, қабылда тілегімді құдайым-ай. Замандас арғынымдай ырысты бол, жан тән сау, 100 жасарлық тынысты бол. Ең қажет иман байлық, ақыр жолдас, адамға мол мейірлі жұғысты бол. Жақсы, енді бәріміз бірдей жыр толғауларымызды оқып кетсек, көпшіліктің назарында мына уақыттарыңызды да қатты бөлмейік. Қысқадан нұсқа дейді, бірақ енді менікі жаңағыдай болмағанмен енді ұзақ еді. Дегенмен қысқа айтайын, мына ақындық деген, жыршы жыраулық дегеннің өзі бұл кез келген адамның басына беріле бермейді. Ол Алланың өзінің бір нығметіменен өте бір киелі ұғым дүние болады. Соны көтере білу керек. Елге білгеніңді атап, елге осында жайып отырмаса, ақындық та бәр өнерде қашат айтады ғой. Жігіттің қайтар базары, өнерін білген бұлданып сатып тұрса қымбатқа дейді. Сол айтқандай тек аман болайық. Мен қысқада нұсқа, онда арасында қысқартып оқып берейін. Ассалаумағалайкум, сәлем бердім. Құлақ салып тыңдасаңдар, халқым менің, арнау сөз бата тілек арнамақпын бұрынғы үлкендердің салтыменен. Бас құралды жиылып бүгін міне, ағайын Жаңаөзендей қалың елде, жыраулардың жалғасы сау кешер жүргесінде. Бүгінгі кештің тәнімім мол түсінгенге, төсінде Жаңаөзеннің еркеледің, арманыма аңсаған жетемдедің. Белгілі ғой ердің екі сөйлемесе, айналдың асылына өркенделдің. Жан-жақты жыр толғаған өнеріңмен, асқақтаған абырой беделіңмен, пашіркен Жаңаөзеннің жігіті деп, өмірің көпке үлгі бола берсін. Кетпеген басқа өңірдің жетегіне, басқа өнердің жетегіне, қуанам
Бұладайдың Кенже ауылының азаматы екеніңе, жырғидың талайлардың жүрегіне, Маңғыстаудай киелі өлке мекеніме, қиыннан қиыстырып, қиын түктің, қиыннан бір азғантай өлең деген өнер жолға, атаунаған жерінде түк қалар деп, әйтеуір аттана там қолдады ма? Жолдасын Құдай қосқан набатпенен, арнаған махаббатпен жүректерін, 30 жыл жұпты жазбай өзіңменен, шырағын жанұяңның жақты керім. Ер әйел адамзаттың, әйел заттың пірі деймін, арғында сол пірлердің бірі деймін. Қарағым айналайын набат келін, бір тұтып арғыныңды жүргін деймін. Арғынының аман жүр бағаланып, бақыт қонғай басыңа тұрақталып, ел еркесі атанып шарықтай бер, қалың елге өлеңмен жырақтарып. Осылай жырдан сасу арнадым да, жете бер армандаған арманыңа, әуелі Алла қала берді жар болсыншы, имам Мәдідей атамыздың аруағы да. Адай кенже ұрпағы мен Қожабай, шын көңілмен жазылған алаламай, өңделмеген тілегімді алдарыңда, кем кетігі болса да қабыл алғай. Жақсы, енді аз сөйле дегенмен азғантай бір-екі шуфа айтып кетейін. Мына қазақтың қалайда болғанда да қай өңірде де өзгешеліктері болады. Біздің кермеменен жырымызды, әңгімеменен әртүрлі өсиеттеріміздің оның ерекшелігі болып тұрады. Соның үшін біздің Маңғыстауды тектен текке айтпайды. Атқа ерте мінгізген ер баласын, бұл Маңғыстау ежелден өр болатын. Ақындары толғанып ерлік жайлы еркіндікті аңсаған ел болатын. Болыс беріспеген болса да мүмкін емес, ер мұраты өз қамы құн емес. Ер қосаймен бір бекетті туған елдің рухын сөндіруі ешбір елдің мүмкін емес. Бәрекелді. Арғын аға, енді сіздің жаңадан бері өнер өлең оқып отырсыз. Жалпы сізді халық ақын ретінде біледі, ал біреулер тек жыршы деп қана таниды. Жыршы деп білетін себебі түсінікті. Ал ақындығыңызды білетіні ел арасында талай суырып салып сөз шығарғаныңыз бар. Болмаса талай жырларыңыздың барлығын естіп жүр. Мына 2000 жылдары талай Шотан Батырға арнаған жырыңыз бар. Болмаса бір бекет адайымның ұраны деген жырыңызда бүткіл адайдың біраз батырлардың барығын жырға қостыңыз. Бұл енді бұрынғы батырлар. Ал 2000 жылдың басында Маусым оқиғасы деген жырыңыз шықты. 1989 жылғы Маусым оқиғасында ерлік көрсеткен ерлерді жырладыңыз. Болмаса Бекзат Саттарханұлына да арнау жаздыңыз. Жалпы қарап отырсақ, тақырыптың барлығы осы батырлық тақырыбы. Бұның барлығы тек сәйкестік пе, әлде бағзы замандағы күңіреніп күн түбіне жортқан ерлердің ерліктерін аңсау жатқан ба? Бәрекелді. Енді батырларды мен сабаққа бармай жүріп білем. Жаздың кезі Қызылсу дейтін жер. Сол жерде анамыз есеп берген батырдың бір ерлігін айтты. 4 жаста, 5 жастамын. Таң қалап қараймыз. Неткен батырлық, неткен күш. Болмаса Әзіреті Қалиден келіп, Дариға қызбен күресіп, оның баласының тауға түсіп кететін әкесімен күресіп. Сол сияқты сол батырлардың елдігіне бір елітіп өстік қой енді. Содан кейін бұл батырларды жырлау бізге бір бабалардан келатқан бір іс сияқты болады. Жаңа өзің айтқандай Бекзат Саттарханов бар. 89 оқиғасын енді шын айту керек, маған ұсыныс берді. Осы 1989 жылғы оқиға, Маусым оқиғасы ұмытылып бара жатыр. Осыны бір елге жырбенін қалдыру керек деп, осы Наурыз ағамыз бар ма екен, Наурыз ағамыз? Бір көрдік қойшы Наурыз ағамыз. Бар екен, осы азамат маған. Мына 89-ды ұсыныс берді, сосын мен енді айттым. 89-да біз әскери қатарда кетіп, ол ерлігін көре алмадық, бірақ енді соның тізімін кім қалай ерлік жасады, кім қай жерде қалай көрінді, қалай өлді, неше адам өлді, неше адам сотталды деген осы Наурыз ағамыз еңбектеніп соны барлық материалды жинап берді, соны шығардық. Оған қазір Нәкеңе мүмкіндік болса бір тілек берерміз, өзі айтып өтер. Енді жаңа батырлар демекші, мысалға Ақжанат Жак дейтін бір жігіт болды. Мен осы жігітке де бір жыр бастап қойдым. Енді оны қазір бітпегесін оқымаймын. Қазір енді мына батырлардың жырын бір осы жерде айтқым келіп отыр. Енді мына жерде ұсыныс келіп жатыр. Жырға бас деп баяғы Қалнияз айтады екен. Ай, Қалнияз жырға бас деп.
сол айтқан бір қана ауысайын енді мен. Бекелді. Мынау енді бірінші батырларды бөліп айтам. Қалып қойған батырлар болса енді айып көрмеңіздер. Деп бастайын жырдастанды, айып көрмең ерлік істен үн қосқанды. Ер бабалары сыйлап кеткен ұрпағына бүгінгі бейбіт өмір нұрлы аспанды. Қайран ерлер қасқайып жерді қорғап, мұз төсеніп халық үшін қар жастанды. Ай, Маңғыстау жеті жұрттан қалған төбек бірінен біріне ауып алмасқанды. Ер шотан алпыс үйді бастап келіп, бұл өлке біздері өтіп жалғасқанды. Маңғыстауды алғысы кеп талай дұшпан боздаланы сан мәрте шаң басқанды. Бірлігі бұзылмаған елді көріп, жауымыздың жігерін құм басқанды. Ал ер қармыс жетпісінде жауға шауып, үлгісін ерлік істің молғасқанды. Қармыстың кегін алған төлеп батыр жауға шапса алдына салмас жанды. Ер қонай шотанай бас арғынбайлар барақтан Әбілқайыр кегін алып, қадамын ерлік істе бір басқанды. Әбілқайыр кіші жүзге қам болғанда, кеңесіп билерімен бір басқарды. Атағозы Бердібек Лабақшабай дұшпанды сескендіріп сесіменен, жарқылдатып өтулі алдаспанды. Ең бірінші есек берген барлау жасап, жын-пері айдақармен арбасқанды. Өлтіріп таутайлақпен жезтірнақты, керуген Маңғыстауға жолдашқанды. Есек берген еңселі тау тұлғалы мекен іздеп жан-жаққа жырақ барған. Жезтірнақты кешқұрым кездескенде адамба деп көңілінде сұрақ қалған. Түн ауа келетіндей күтіп жаттып, мылтығын оқтап қойып жарақтанған. Түн жарымы жезтірнақ шеңгел салды, атып салып екі қолын кесіп алды. Ерқосайдың ұрпақ әруақтанған. Ай, бір жерлерге келгенде таудай нәрсе құлап келе жатады қыраттардан. Таутайлақты алғашқы көрген кезде таңғалып нәндігіне қарап қалған. Келе сала омыраулап жайпап барат, тілі бар жарты құлаш салақтанған. Жезтірнақты талдыда тартып қалып нәнділін көмейімен бір ақтарған. Өлтіріп ұзын тілін кесіп алып, тұлғасына таңғалы сұлап қалған. Маңғыстауды байқады, аралады, ат суарып Қаратау бұлақтардан. Ай, ата жұрт бізге қоныс болады деп жақсы ой көкейіне құрап барған. Түрікпендер нағашысы болғандықтан тінейде тәңір берген басшысы болып, жиендер қоныс бер деп сұрап барған. Түрікпенге ол кездері одақ керек, басса жауы басқыншы қалмақ болған. Ал айладыр амалсыздан қоныс беріп, өздерін қалмақтардан қорғап қалған. Қалмақтарды шағаннан асырғасын Маңғыстауға адайлар орнап қалған. Батыр бегей айтуымыз сармыс жанақ, жарты қадақ жер бермей ерлеріміз Маңғыстау құтты қоныс тұрақ болған. Ай, Маңғыстау қалған батыр бабалардан, бір бекет әулие дүрданалардан. Меңдіқұл аман тұрды өмірі темір, ел қорғап аумай өткен сара жолдан. Қауымшар Құлабай мен Қожалақтар ерлігі әрбірінің дара болған. Ай, Құлабек Қазбөктөгеш құл тумалар ел қорғап аумай өткен сара жолдан. Сүйінғара ауылы қапияда шабылып қырғындағы жара қалған. Қуғанда айыруға қас батырлар, құлбарақтай әулие бұда барған. Ай, бұл жерді бермеймін деп сағанадай, дұшпандар сырттан талай сығанадай. Сүйінғара ауылы қапы қалды, айласын Алағұлдың бағаламай. Түнді жүріп таң ата шауып кетті, шулатып жесіріп алды шағаладай. Ай, Кежі батыр Байтоға сол жерлерді көп жауға жетпей қалды шамаларай. Құлбарақ қуып барып ұрысқанда талайдың басы допша домаладай. Жолбарыстай жапырып жайпап өтіп, көптігі де жаудың да қарамадай. Батырдың басын кесіп алып кетті, Сүйінғара осы ғой деп жобаладай. Кесілген бас қорқытып Алақұлды, ақ жуып амалсыздан бағаладай. Ай, ол жақта бас әулие саналадай.
күтады жас батыр тиген кезде, талайлар аттан құлап тұралады-ай, жаста болса жастығын алып өтті, тір ұстауға жетпеді шамалар-ай. Ай, отпан тауда тұтатып ұран отын 800-дей батырды құраған-ай. Қуып барып соңынан соғысқанда мылтықтың оғы қардай бораған-ай. Қоян болды ұрыспай қиын болды, көпке дейін жақындамай аралар-ай. Үй толы Тіренізбас Тәтімбеттей медеттің өңшен кетті Қаранар-ай. Баймағамбет Кемелбай балта дөлді, жарының қырандары томаған-ай. Жанақта Байда Жәңгіл бұлар кетті, Қас батыр жау келгенде тұраламай. Мырзатай Қаман көбен досы батыр елім деп еңіреген есіл ерлер. Ей, қасиетті ау Қаранар бабалар-ай. Ай, жандайда байбоз жамбоз екі ауылдан, күйкенде 9 ауыл ел жабылған. Әр би әр батыр төлен бастап, 40 жігіт тұлтыбінен бір табылған. Есенияз Ақылас батыр әлмен дұшпан қашты жарты бет ер қабылдан. 4 қара Нұрғара мен мұрын барған Досмамет батыр еді ау кең тарылған. Есқожа Аманғали мәттен жаннат, Жабаттен жәннет, халқының панасы еді жел жағынан. 40 бекет ата жар болып алла қолдап, дұшпанға жан жағынан жер дарылған. 40 жігіт талқандап 200-ді, ей, қыз келін малдайырдай өрт жалыннан. Мынау жерден бір тоқтап алайын, аздап домбырам бірауыз ауып батыр. Енді мынау Бәйбет ауылында айттым, Сүйекемнің ауылы шабылғанын айтып батырларды қосып айтып батырым ғой. Бүгінгі жырдың негізгі тақырып осы Балуанияз Мүсірепұлының 300 жылдығына қарай болып жатыр. Енді Балуанияз атамыздың мына жырын енді мен материалын қайдан алдың, қайдан естідің деуі мүмкін. Мен бұны әр жерден алдым. Мысалға, сол Босағадағы ұрыста Бақы батыр бір кезекте айтады, Балтаның үлкен нән қара шоқпарымен өлді деп. Бір жерде айтады, Қаратоқа Әбілғазы өлтірді дейді. Бір жерде Тұрманбет өлтірді дейді. Соны енді мен мына Тұрманбет өлтірген қылып жырладым. Әбілғазыға қарай аудансам, оны Жеменейге тартып кеттілер. Мына бейнеуде Өскінбай дейтін кісі болған. Бұл Тұрманбет батырды көрген. Тұрманбет батыр 90-дан асып өлген ғой, енді сол соғысты көзімен көрген. Сондай бір ерліктер мына Светқали ағамыздың да бір нұсқасы бар, осы Қараған Босағаны жырлаған. Содан алдым жаңағы батырлардың атын. Осы мына батырлар аллеясындағы аттардан алдым, әйтеуір құрастырып, осы Босағадағы 60 батырдың ерлігін бір жырға қосқанмын. Соны айтып берейін жалғастырып. Алайымның ұран еді, рухани сусындайтын бұлақ еді. Маңғыстау 7 жұрттан қалған түбек, бір алла нәсіп еткен тұрақ еді. Жылқайдар Қозыбақ пен Ертөрептен келген жау қайтпай ажал табар еді. Ер қонай сатып алды қой саралар, халқының қақыламайтын қамал еді. Саламат тұндытпенен аран жандар елікті көшпейтұғын шырақ еді. Ай, белгілі Бердәулетпен жоламандар қасқайып қанға қарсы тұрар еді. Ел үшін екі талай ерегесте қорықпай қанның басын қағар еді. Өтеміз Күзембай мен Мыңбайрақ атойлап жауға қарсы шығар еді. Көті бар Қонысбай мен Ердосандар қаймақпай қалың жауға шабар еді. Қаржаубай Ордабай мен Сұлтан келді, дұшпанды орып түсер орақ еді. Ай, Балуанияз Тұрманбетпен сыңар еді, жау келсе соғысуға құмар еді. Жазатайым жау келсе ел жетіне, Тұрманбеттен сүйінші сұра деді. Сүйіншіге не бересің деген кезде не сұрасаң беремін қала деді. Ай, Тұрманбетте тарпаң туған тарлан еді, базарлап Қаразымға барған еді. Түрікпенде қияметтік досы болған, сол хабарын сол досынан алған еді. Жолдасы қонағасын жылдан беріп, ал досым еліңе 3 самға деді. 300 жігіт аттанды Маңғыстауға, яшылы енді қапы қалма деді. Ай, тоқтамай шапсан ғана үлгересің, 3 атты жетегің ал қамда деді. Тоқтамай шапсан ғана үлгересің, 3 атты жетегің ал қамда деді. Ауыстырып мінесің жолда деді.
Ал Түрекең үш атталып жетегіне, асығыс тартты туған мекеніне. Айдалса қиын болар малмен жесір сүрініп келін қыздар етегіне. Балуанязға хабар беріп ерлер құрап, қарсы тұрмақ бақы бөрі нөкеріне. Келген жау үлгертпестен қайтып кетсе, ел жұртқа қарай алмас ертеңіне. Жау қолында жесірмен бала кетсе, сын болар Медадайдың еркегіне. Жауын құрып мүрдесінен төбе жасар, ей тап болса бұладайдың тентегіне. Ай досыдан суық хабар алған бетте, топ қамшы басып тұлпары тарлан көкке. Сүйінші деп айқайлап Балуанязға, таңата қоймай жетті тұрман бетте. Сүйіншіге бересің құлатаңда, айқайлап келгенім жоқ таңнан деке. Балуанияз атыңмен уәдеттің, бұл сөзді айталмассың жалған депте. Бір қыл құйрық сен үшін сөз бетайыр, батырысың панасы болған көпке. Балуанияз тұрамын деп уәдеде, құлаттың ей, бере салдай тұрман беткен бір тоқтап алайын. Себебі мына Балуанияз бен Тұрманбетті жаңа дос болған деп айттым ғой. Балуанияз бір әр уақытта арқалы батыр болған. Бір енді арқалылығына ба, күштілігіне ба бір Тұрманбетке айтып қалды ғой, құрдас қылып. Ай бір биыл бір жауырным жазылмай жатыр, құрысып. Жау келсе бір жауырным жазатын. Жау келіп атса менен сүйінші сұраш деп. Сүйіншіге не бересің дегенде, не сұрасаң берем деген ғой. Адайға бәйге бермей тұрған құлатын алайын деп, сынап көрейін деп. Құлатты сұрап алады сол жерде. Құлатты жауған алып мініп, артынан ана құлатты тұна босағада қайтып беріп, оған қайтып берген өкінетін жер бар, арға жылым жалғастыра берейін. Әй, ұран от жағып жиып жан-жақтарын, алпыс батыр сайлады саңлақтарын. Әлиде ер қосынбай оқабай тұр, және де Күшікбай мен Темірбай бар. Әдейі шығарғандай таңдап бәрін. Ай, нар тұлғалы балта тұр қысып ұстап, қолына қарабақаннен шоқпарын. Құнан ұрыс есенмен сүгірде бар, дұшпанға салып жүрген салмақтарын. Арыстанбай Сақау мен Әбілғазы келгеннен шығатындай қарнап бәрін. Бердалы мен Кенжебек қыратындай, ай жауының қалдырмастан жұрнақтарын. Қапталында домбырасы Қалнияз тұр, ерлікке жетелейтін жырлап бәрін. Бекетте бұрандаса батырларым, тебіренбей жатпайды әруақтарым. Бір бекет батырлардың жолын ашып, жау қолына құрады қан қақпанын. Ай, қолдасын әулие бекет бабамыз деп, асар тұр жиналған мен барамыз деп. Қостап тұр қара батыр інісі де, туыстар асар біздің ағамыз деп. Қараштан қатуланып елемес тұр, жегемнен қуат серік бәйдем малбас, бәрі тұр жауға бойланы саламыз деп. Ай, белгілі бегейдегі Бостыбай мен Досқана Жылқыбайлар қайнап тұрды, көп кеңестек кешігіп қаламыз деп. Балуанияз асарбен ақылдасып, алпыс батыр алдан күтіп аламыз деп. Келістің ей, босағадан бағамыз деп. Қаптай шауып қара түнді, алпыс батыр босағаға баратырды. Ай жұлдызбен адаспай бағыт түзеп, жақындап босағаға таң атырды. Қалдырған абоздарын түрікпеннің шауып алып үлеске таратылды. Қимастық байқап қалып, дос көзінен сындырмайын дегендей қанатыңды. Ай, Тұрманбет Балуанязға қайтып берді, батырым ала қой деп құлатыңды. Құла тұлпар тигесін тақымына, батырды әруақтанып жаратылды. Көк суының тұқымын арғылада батырдың ыңғайымен шабатынды. Асар сұпы ырза болып бас изеді, әулие қой қақ жарған қара қылды. Бір уақыттары болғанда батыс жақтан ұзын сулар шаң шығып шұбатылды. Ай, тұлпарлары тықыршып тақымдағы, алпыс батыр дайын тұр атылғаны. Балуанияз алдында тұр буырқанып, көп болғандай жау күтіп қапылғаны. Кейін тастап мал жесір олжаларын, сеңсең бөлік батырлар, сеңсең бөлік жаулар да жақындады. Ай, жекпе-жек деп айқайлап бөрі батыр, ала сұртып алығмағын тақымдады. Тұрманбетті асар ұспы жібермеді, сен емес деп бөрінің шақырғаны. Балуанияздың баруына сеп болғандай,
жау жағынан мылтықтың атылғаны, асар айтты кім бірінші оқ шығарса, діннен шығып шайтанға тұтылғаны, діннен шықса құдайды қолдамайды, құдайсыздың белгілі ұтылмағы. Балуан сұрағанда кезек беріп, асар сыпы баруын мақұлдады. Қара бұлттай түнерген қас батырға қарап қалды екі жақтың батырлары. Жау жағында таңдантып таңырқатты құланың сұр жебедей атылғаны. Қалқаны мен сауытын қақыратып найзаны бойлата кеп батырғаны. Шаншып алып жоғары көтергенде құлада сүрінгендей сәл бүгіліп, бөрінің нақ естілді бақырғаны. Бақанның басындағы қозылақта ербеңдеп аяқ қолы тыпырлады. Бөріні бөріктей қылып тастай салды, осыма жекпе-жек деп құтырғаны. Қанбай қалып жау жаққа жалт бұрылды, алғаным жоқ дегендей ақымдәні. Жаппай ұрыс бастауға себеп, жаппай ұрыс бастауға бастау болды. Әлі уақ деп батырдың ақырғаны, я бекет деп сол кезде ұрандаған ат қой. Сізге Германияда кеңес әскери тобы мен Варшава келісім шартты әскери тобы ардагерлер қоғамдық бірлестігінің атынан ақын, жыршы, термеші жас ұрпақтарымызды киелі өнерімізге тәрбиелеп қосқан шығармашылығы үшін алғыс білдіреміз. Өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың қызығын көруге тілектеспіз. ГКТ, ВКШТ, ардагерлер РКБ республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалының Жаңаөзен қаласы бойынша филиалының төрағасы Абдулла Күмісбаев. Бірге суретті ұсталайық мына Германиямен. дейтін біздің әрі құда баламыз, әрі кішкентай күнінен білеміз осы баланы. Мен осы қалада тұрсам да, мына Қызылсу дейтін жерде менің шешелерім, ағаларым бәрі тұрған. Мен осы айына әйтеуір кемінде 4-5 рет сол Қызылсуда боламын. Бұның бапасы, үлкен кәкесі, мамаларын бәрін жан-жағын танимын. Мына ағалары бар. Ал енді арғынмен жұмыстас болдық. Бұл қалада тұрды. Бәріміздің енді ауылдасымыз. Бұл балаға творчество болдық. Табыс, семьясы аман. Өзі осы жыршылық өнерлерін әр жерде бәріміз көріп жүрміз. Тамады да болады. Енді осыған табыс тілейміз. Мына жасап атқан жаңағы шығарған кітаптары құтты болсын айтамыз. Ассалаумағалейкум көпшілік. Енді мен енді танып тұрған шығарсыңыз көпшілігіңіз. Осы арғын дейтін әнімменен тұнау әйті осы дүнияға келгеннен бері жолдас болып көріп жатырған ініміз, ар жағы атасы Имекеңді көрдік, әкесі Бейсен ағамызды да көрдік, анасын көрдік, кеше ғана бияу дейміз. Ізім апайды да көрдік бәрін. Енді қазір кешке қарай шығады бұйырса сол кезде кішкене. Арғынның енді ар жағы атасы да бір сондай бір тілді адам еді. Ауызды тілді адам еді, имамәд деген кісіде. Ал ол жағында Бейсен дейтін ағамыздың өзінде көзіміз көрдік. Осы бәрінен осы арғынға жұққан-ау деймін. Енді бер жағында жаңағы әркімнің бата тілектері бар. Алла қабыл етіп осындай өнерді арған шығарсаған. Құтты болсын. Енді біздер
оңдабек дейтін ағасы бар осы арада. Өзім досым, кішкентайынан бірге жүрген жолдасым, сенектен бірге бітірдік мысалы. Осы күнге дейін жақсы сыйласпыз. Ал талабың тассын інім. Ауылдың азаматтары біздер айтыр, тек қуаныштымыз сен осы жүргеніңе. Суретке. Суретті сәкен. Бірге ұстап тұрамыз. Мынау біздің Қызылсудың азаматтарының атынан сізге кішкентай ғана сыйлық деп есептепсіз. Бәрекелді. Бара тағамыз келді. Ал, бүгінгі жиналған көпшілік мұна арғынға оң болсын айтамыз, өзіміздің емес. Бұрыннан танимыз Жаңаөзенде, талай жерде елге қызмет жасап жүрген абырайлы жігіт. Ал өркенің өсе берсін дейміз. Мынау енді кенже ауылынан бәрі малды, бәрі осы конвертке сыйғызған. Аларына қай жерге келдік енді өзі? Тұсау кесуге келген, тұсауды кесіп берейік. Мен тұсауды былай қылайын деп отырмын қазір. Мына жерде жаңа Гүлайым жеңгеміз осы ақсақалдардың аттан Майдыбай ағамыз шақырды деп еді. Майдыбай ағамыз бар ғой. Сол шықсын. Сосын енді мынау ағайын тумаластардың арасынан мына мен кітапты бір шығаруға құмар болған жоқпын. Кітабымды мен жүре беріппін. Ана жерде бір өлеңім, мына жерде бір өлеңім. Сол Ордабек дейтін ағам бар, осы жерде кітабын шығар деп, осы жырларын жинақта жеш деп мен айтамын. Мен жырды кім оқыр дейсің осы деп. Оқитын адам болады, сен жинақтап шығар деп, осы көп атсалысқан Ордабек дейтін ағам бар, осы мен өнеріме үлес қосып жүрген, сол енді ғалда шығарайын деп отырмын, Ореке келіңіз. Сосын Бегал әкеміз шақырайын деп, мынау әкемізбен жұмыстас болған, әкемізбен сыйлас болған Бегал әкеміз келіңіз. Сосын Оңдабек ағам айтып, Оңдабек ағам оңке келіңіз. Кел, оңке. Келесіз. Сол 4 адам шығарып жатыр, мына 3 адам, 6 адам шығарам енді. Келіңіз. Оңке. Мына Мәкең менен Бегал ағамыз, Мәкең менен Оңкен ағамыз келді, біреуін. Сіздің жасыңыз үлкен ол кісіден. Иә, ініңіз. Қайшығайда, тағы қайшығайда. Келіңіз. Шағабай, бауырымыз қаяқта, соңғысына өзіңіз келесіз, жәке. Сен бай, келіңіз. Бір-бірден аласыз, тек шыққан көріп етіңізге. Екеуін алып қойыз, Мәкеңе мұңады қойды, болат шығар Мәкеңе. Қасына шамдыға береміз. Сау болыңыздар, бір кітаптан аласыз деп. Қазір қалған шамдарға беремін.
шыққан адамдар атынан бір ауыз. Жылқы ішінде қазанат бар, жігіттердің арасында азамат бар дейді ғой. Bizim mına argınımız jigitlerдің arasınдағы азамат қой. Қазбек би айтқан екен, неше балам бар дегенде, 1,5 балам бар деп. Қалай сізде 20 шақты бала бар ғой дегенде, 1 балам ел қамын ойлайды. Қалғандары қазанаша қамынан ауыспайды деген екен. Сол ел қамын ойлайтын балам бүтін әлі біреу деген екен. Мынау елдің қамын ойлайтын, жаңа жыр дастандар арқылы болашақ ұрпаққа бір нұр сеуіп, бағыт бағдар беретін азаматымыз аман болғай. Қалдардан, ақсақалдардан айнымайтын бағың болсын, қасыңда еркелетер жарың болсын, соңынан ерер ұрпақтарың көп болсын деп бата берген екен. Ал тілегіміз қабыл болғай. Өнерің өрге жүзгей. Аман жүр. Текшіміз. Мына бейсекеудің осында ұрпақ қалған екен. Мен айлап шаруаға кеткенде бір үйме түймеген екен деп, соны уайымдеп жүрмін, армандап жүрмін. Ал аман болайық. Жиналған қауым. Ассалаумағалейкум ал. Әлеумет жамағат. Ал қош келдіңіздер мына ініміздің, арғын ініміздің кеші енді шындығында енді рухани кеш дейміз. Енді Арекенің айта берсе жыры шығарған ұрпаққа сондай үлкен сөздері көп шындығында. Енді Маңғыстаудың небір әулие, небір біртуар адамдары көп жырға қосқан, Аржа Қожа Ахмет Яссауидің ілімін, ақиқат ілімін жалғастырып жүрген ініміз шындығында. Енді небір қазақта алып адамдар бар ғой, кешегі Хакім Абай, әулие Шәкәрім, біздің ұрпаққа өгізшілерден сөз бір жетпей қалмаған шындығында. Біздің енді кешегі мына 25 бар Күшсізде Кедер Әубәкір, Адайда Қырымқұл Ұзақбай, мына жары Тәстемір Сәттіғұл, мына Құдайдың ақиқатын сөзін жырлаған кісілер, соның мен ізін жалғастырушы осы арағын інім деп есептеймін шындығына кеткенде. Енді ол ұрпақ, келешекте ұрпақ түсінеді, алтын ғасырдың алтын ұрпақтары келеді, қазір енді көп жаңа айтады, Шәкәрім айтады, жұқпайды екен, айтқан сөз ғылымы жоқ наданға, кеудесінде болса көз, жұғар сондай адамға, ондай адам қазақтан көп туса осы заманға, босар еді ау азаптан қазақ шығып самалға дейді. Енді осы сөздің бәрін адам түсіне беру қиын, жалпы ұрпақтар келешекте түсінеді. Шындығында сондай Құдайдың Ақ Құраннан біздің өзіміздің тілімізге жеткізген сондай әулиелердің жалғасы деп есептеймін. Сөзі сондай ұрпаққа үлкен ұран болатын, сондай ұрпақ мың жасайтын біздің қазақтан, Адайдан небір тұлпар әулиелер шығады деп есептеймін. Тойда өмір жасың ұзақ болсын, ұрпақтарға сондай жақсы сөздің, ақ жүректі сөздерін шығара бер. Рахмет, сау болыңыздар. Қазір Құдағайға бір кітап. Енді қалған неміз жалғай бер, біздің бір құттықтауларымыз бар еді, жігіттер мына жерде келіп атқан сол сұрап жатыр. Ана қалған құттықтаулар отырасыздар енді теле мына экраннан дауыс шығарып жіберіңіздер мына. Ал ассалаумағалейкум, мынау арғындай арыстанның қадірін Құдай тағала қазаққа берген ғой осындай азаматты. Оның қадірін біз білдік, өзінің елі, Маңғыстаудың елі білем екен деп ойлаушы едім. Мынау Алатауға жетіп жатыр, Астанаға жетіп жатыр. Бұл арғын бауырының, тұлпарының, дүбірінің дабылы. Ал алтынның қолда барда қадірі жоқ деуші еді. Бұл жігіттің қадіріне өзінің елі жетті ме екен деп ойлаушы едім. Мынау тойдың болып жатқанына қуанып біледі екен ғой деп сонша асықтым баруға. Алулы билетім бар еді. Өкінішке қарай бір сапарменен шетелге кетіп бара жатырмын. Не шаруа екенін айтып түсіндірерсіздер, сәлем айтыңыздар. Өзім болмасам да жүрегім сол азаматтың қасында, сіздердің ортаңыздамын, қайырлы құрмаңыздамын, біргемін. Не шаруамен бара жатқанымды өзіне жолыққанда енді айтармын. Кеше ғана Өзбекстаннан келдім. Сол Өзбекстанда бір ғалым кісілер айтады, ойпырмай сіздер қазақтар мынау билікпенен өзінің талабын билікке жеткізу, өзінің талабын халықтың тарапынан қоя білу деген мәдениеттің өте жоғары деңгейін көрсеттіңіздер ғой кеше қаңтарда дейді.
елді халықты қан қасапқа ұшыратқалы тұрғандардың жоспарын жүзеге асырмай, қандай керемет үлкен мәдениет, қандай іргелі ел екендеріңізді көрсеттіңіздер ғой деп, соны басқарып жүрген жігіттердің ішінде бір жырау жігіт бар деп естідік деп айтып жатыр. Ойбай, ол біздің өзіміздің арғын бауырымыз ғой деп, ойпырмай деп бізді жаңағы төрге шығарып, сол кімнің арғынның арқасында төрге сый құрметке бөленіп қайттық. Шынында да бұл үлкен нәрсе, ол кісілердің енді айтып тұрған нәрсесі. Себебі бұл да үлкен мәдениет керек қой, билік пен диалогтың, өз талабын қоя білуліктің, соның үлгісін көрсетіп, Маңғыстау елі сіздер алталашқа үлгі болып жатсыздар. Сол қазақтың әлемге үлгі болуының басы болсын. Менің оған еш күмәнім жоқ. Себебі бұл арғынның, бауырымның насихаттап жүргені, бұл шынында да бүкіл әлем, дүние мұқтаж, Европа мұқтаж осы ілімге. Оларда жоқ, бізде бар осындай іргелі рухани ілім. Бұл жігіттің насихаттап жүргені, бұл аталардың сөзі деп айтамыз, бұл іргелі ілім ғой, керемет, рухани үлкен. Арнасы кең, терең тамырлы, неше ғасырлық Құлғожа Ахмет Яссауидан Пірбекетке дейін жеткен ілімді тірілтіп жүрген жігіт. Сол аруақтар әрдайым қолдап жүргей. Осы ілім туралы мысалы анау Радлов деген шығыстанушы ғалым болған. Осы қазақтың салтын, дәстүрін, насихат сөзін бәрін зерттеп, хатқа түсіріп, әлемге танытып іргелі еңбектер қалдырған. Сол кісі айтқан ғой, бұл қазақтың даласында елдің ынтымағын сақтауда, бірлігін қоруда мың молданың қызметін бір жырау атқарған деп. Міне осындай жүкті мойнына арқалап жүрген жігіт өзінің насихаттап жүрген ілімінің қадірін біледі деп ойлаймын, және елі де білсе екен деген тілектемін. Осы ілімге әлем мұқтаж, әлі алашқа қарап, әлемге қарап сөйлейміз әлі. Сол сөйлеген кезде осы арғын арыстанымыз сол топтың алдында болғай деген тілегім бар. 100 жаса арғын бауырым. Жаңа сөз сөйлеген Саят Ибраев. Жан басына топырақ қалың жұққан деген бір ұғым бар. Ол ұғым атадан өсиет сіңірген, анадан қасиет сіңірген, тіпті топырақтың бар кие рухани мүкәммәлін бойына жиған деген әңгіме ұғымды білдіреді. Бүгінгі кеше өтіп отырған Арғын Бейсенұлы имам Мәді немересі де сол жан басына топырақ ұстап жұққан азамат. Өкінішке орай мен енді мына кешіне қатыса алмай жол жүріп баратырмын Европаға қарай. Бірақ бір ауыз сол тілегімді білдіріп кеткенді жөн санадым. Енді шынында да адам жетінші атасының қасиетімен туады. Сол тексерсең туа атасы түгел мақта деген әңгіме бар ғой. Сол айтқандай бұл арғы бергіні қарағанда бірінші жаңағы Құнанбай айтты деген қай биенің бәйге аттың жөнін сұрағанда қай биенің баласы демейді, қай айғырдың баласы деп айтады дегендей. Бұның енді арғы жағында арысын айтпағанда кешегі адайдың 5 жүйрігінің бірі Кенжақтан Керейұлы, адайдың 7 қайқысының бірі Кенже Әділ, Өтеғұлұлы шыққан ауыл. Кешегі оның бер жағында Шоңай әнші, өзінің атасы. Өзінің кәрекесі имам Мәді ақсақалдар, кәдімгі көне сөздің білгірі, қар жерде сөз табатын, жөн табатын, жол табатын осындай адамдардың арас жұртын айтпағанда өз жұртының өзінде сондай бір шынжырлы ауыл. Сол дәстүр дәппенен осы арғын бауырымызда көненің қазыналарын көкірегіне қаттап жинап келе жатыр. Және рухани жырларды айтумен ерекшеленеді. Күн көрінген айтқан мына той-домалақтың, қыздырманың, қынаменденің қалайтын сөздер емес, шын мәнінде шыңыраудың шыны суындай тереңнен қазып алынған құдайлық ақиқаттарға жеткізетін шалдарымыздың жырларын жырлайтын өнегелі жыршы. Ол өнерімен бірге азаматтығы телғабыс келе жатырған азамат. Оның кеше қарлы қаңтарда
қасіретті қаңтарда мысалы Жаңаөзендей сулы шаһардан басталды. Сол Жаңаөзеннің алаңында тұрып, анау су алаңында тұрып, неше күндер бойына тентекті кезге салып, есірікті жөнге салып, дұрыс әңгімесіменен сол бәрін аузына қаратып, бағындырып, бүлдіріп кетуден Қазақстанның тағдыры бар мен жоқтың арасында теңселіп тұрғанда осындай қайрат қылған арғынның еңбегі елену керек, аталу керек деп есептеймін. Сондықтан азаматының, өнерпазының, жыршысының қызығын қызықтап, мерейін өсіріп, тойын тойлап жатқан Жаңаөзеннің азаматтарына алғыс айтамын. Арғынның тойы тарқамасын, жырдың тойы тарқамасын, жырдың туы жығылмасын. Бұл енді Алаштың абызы Светқали Нұржан Айтман ағамыз екенін баршамыз білеміз. Ал оның алдында сөз сөйлеген Саят Ыбырай, техника ғылымдарының докторы, Алматы қаласындағы профессор ағамыз. Рахмет. Мына жерде өлең оқимын деп келіп тұр ғой, келің мына Нұрсипат пен Қуатбекұлы Нұрсипат, Қуатбек қызы Раяна. Раяна, мынау Қуатбек деген кенже біздің үйдің баласы бар. Соның екеуі мына алматылық жарыстардан жүлде алып жүрген. Мынау енді менің шығарған өлеңім еді, бір адамды кейде бір мақтап қоямыз ғой, жаңағыдай көп мақтаған кезде соған шығарғаным еді. Енді кімге айтылғанын өздеріңіз білерсіздер. Ал бір адамды болғанда мақтайтын кез, жоғау сірә қазақта таппайтын сөз. Ертең бірақ қайтеміз, ау ағайын, уақыт өтіп келгенде таттайтын кез. Артта қалып бар адам шақтайтын кез, келер бір күн жүректе тоқтайтын кез. Кім екенін ол кезде білмеппіз деп, тұрамыз ау таба алмай ақтайтын сөз. Перғауын, ол да өтті құдаймын деп, ойламай биігінен құлаймын деп, ойлаған жоқ жалынып жаратқанға, бүк түсіп су түбінде жылаймын деп. Патшалық даңқы жетіп бір талайға, өз жұртына мерт болды Николайда. Пікір қылсаң патшалық опа бермес, шындық айтып тарихта шырқамай ма? Айламенен қырғасын патшалықты, Ленин деп талайларда ант салыпты, қабылдамай жер ана харам етті, болса дағы кезінде қанша мықты. Тітіретіп Гитлер жер мен көкті, соғыс ашып әлемге пәрмен етті. Неміс ұлты түк тұрып қолдаған мен, қара басын қайғы етіп болда кетті. Асыл тұқым бекзада жаралыстан, атасаңда қыран деп жоғары ұшқан, мақтағанның тойымсыз тексіз шығып, жемсауы үлкен болмасын нән арыстан. Хадис айтар, аса көп мақтама деп, дұшпан болса баттырып даттама деп. Жауқаның дос болып, мақтағаның дұшпан болар, тым қатты ақтама деп. Енді мына тағы бір өлеңімді оқуға дайындалып қойған екен. Осы Ләззат дейтін біз қызымыз бар. Барлық осы іс-шараның сценарийін жүргізіп жүрген. Сол мына жаңа Нұрсипат пен Раяна Ләззаттың шәкірттері дайындап менің өлеңімді оқытып жатқанына рахмет айтамыз. Енді мына келіңіздер, мынау кешегі пандемияның кезінде аң патшалығындағы ауру деп шығарып едім. Бұны енді түсінгеніңізше өздеріңіз қабылдап аласыздар. Өлеңнің жанын дауыспен оқиды. Бәрекелді. Жазық дала, өзен тау қалың орман, іші толы аң мен құс жануардан, мұхит теңіз, жан жағы балығы мол, шөбі шүйгін қалың ну белуардан. Кең көгінде қыран құс самғап ұшқан, бұл орманға бар әлем таңғалысқан, аң мен құс балық жәндік басын иеп,
өмір қылды баршаға патшарыстан. Білімі мен дарыны дараланып, құрмет қылды аң біткен қара халық. Ең бастысы орманның тыныштығы, тыныштық пен бақытты болады анық. Алпауыттар жан-жағын тұрған аңдып, жұмыс қой бәрінің ормандалмақ. Көрші патша жіберді бір түлкісін, одақ құрып ойы бар қорған болмақ. Көріп біліп кем кеті қалтарысты, қонақ түлкі жасады қолғабысты. Орныңа ертең күн таласат деп, маңайынан қудырды жолбарысты. Мықтылардың барлығын сілкіп алды, таңғалып мұнысына жұрты қалды. Ақылшымда кеңесшім болады деп, сырттан келген айдады түлкін алды. Мақтау сөзбен көңілін бай қылды ма? Қосып қойды қасына маймылды да, қасқыр, қабылан кетірді аюды да, бұлардан да қауіп қатер ой қылды ма? Көмекші етіп кесіртке жылан басты, билік құрды тойымсыз кіл албасты, қар орманды өрт шалып іріп шіріп, аққу көлден көгінен қыран қашты. Қолын алып бір патша қожалықты, түлкі арамза ұмытты тазалықты, алпауыттар азайып арылғасын, қолтырауын балшықтан бұда шықты. Ішке кіріп іс қылды кіл дұшпандар, дос боп алды жау болып аңдысқандар, түлкіде жиып бақты әлсіздерді, егей құйрық қаптады көрді шыққандар. Шыбын жанын жау келсе бөліп берер, сыртқа қашты майталман шегіп нелер, қыран түгіл қалмады қара торғай, қаптап кетті құрт біте шегірткелер. Кеміргіштер семірді, тойынбады. Жақын қалды орманның жойылмағы, ауадан ба, судан ба ауру шығып, етек алып тез тарап жайылғаны. Қалай келді? Бұл ауру қайдан шықты? Әр хайуан өзінше пайымдады. Жәндік біткен өмірін уайымдады. Түсініксіз, ауру емі табылмай тұр. Онсыз да аң байғұстар жармай жүр. Өзен судың ортасына кішаралда ем жасайтын бар еді кәрі маймыл. Бір құтқарса, бізді осы құтқарар деп, соған келді аң жәндік жамырай бір. Кәрі маймыл ортаға шығып тұрды, жағдайын баршасының оғып білді, бұл аурудың емі бар айтайын деп, тірілткендей көңілде үміт күлді. Мақтан етіп, есірлеп болған үшін, кінә қылмас жайлады орман ішін, арыстан аузын бұлғап боқ жегесін, барлығынан күтіп кетіп сорлады шын. Түлкі билік ойламай көптің қамын, балдай қылып татады боқтың дәмін. Нәжіс жеуге жаратқан доңыздарды, доңыз болсаң оп-оңай жоқ болғаның, жоқ болмағың. Доңыз болсаң, жем көріп мәз боласың, әзер тұрып орныңнан қозғаласың, әрекет жоқ, ойлау жоқ орман жайла. Тап келгенде, жейді олар өз баласын. Сәл суыққа шыдамас доңыз деген, ысыға да шыдамай еміз деген, жылы қора ішінде тышып сиып, әрлі бері жүреді дәлізбенен, бар арманы құлқыны жеміз деген. Шөп жемейді, далада жайылмайды, денесінде сан ауру дамылдайды, барлық дерттің отаны өз денесі, сырттан келген бір ауру жойылмайды. Сол доңызға сендер де айналдыңдар, боқты көріп қазықша байландыңдар. Жазылуға болады бұл аурудан, кеште болса әрине ойландыңдар. Тойымсыздық жайлады, құнықтыңдар. Тән қалауын іздеуден ылықтыңдар. Тән семірді, жүректі ұмыттыңдар. Кезге жеттің, ақылды жүріптіңдар. Құдаймын деп өзіңді санамаңдар, өз орманың отанды тонамаңдар. Сырттан келген келімсек пайда бермес, дос пен қасты айырып бағалаңдар. Мініңді айтса, менменсіп апшымай құр, ақылыңмен дегендей тапшылай біл, кесегет бар денеңде бір тынбайтын, оған керек иеден тамшыдай нұр. Иесінен нұр алып тазалансын,
тіліңді хақ нұрына тамалшылай біл. Жан азығын алумен жазыласың, емін айтты осылай бақсы маймыл. Керемет. Арғынаға жігітке жет өнер де аз дейді. Сіздің асабалық өнеріңізді ел халық біледі. Асабалық өнер бұл заманның дұрыс тұрған шағында кешегі бес жүйрігіміз Абыл, Нұрым, Ақтан, Қашаған, Аралбай болса, болмаса Өскінбай Қалманбетұлы, Мұрат Өскінбайұлы сияқты, Қалния Шопығұлы сияқты мен деген сөз иелері той басқарған. Олардың той бастарларынан білеміз. Тіпті кешегі кеңес заманының өзінде тойларды жөн білгі, сөз білгі адамдарға басқартқан. Мысалы, Светқали Нұржан ағамыздың тойын тарихшы, мәдениеттанушы, өнер сыншысы Асқар Сүлейменов ағамыз басқарыпты. Жаңаөзенде де кешегі Ғарифолла Қайсағалиевтей тұлғалар той басқарған. Қазір асабалық өнер арзан күлкіге қарай уақытта көшкенін көріп отырмыз. Бұл жетілу ма, әлде кейін кету ма? Енді бұл тақырыпты айтсақ кішкене көп отырып қаламыз, қысқартып айтайық. Бұл енді Мақсат ағамыз бар, мына жерде той басқарған. Ана жерде Алпысбай отыр. Біз солардың соңына еріп басқардық. Бірақ енді кейде бұрын өсиет, өнеге, тәлім тәрбие айтылатын тойда бір өсиет айтылмай, тек ойынмен өтіп кетеді. Оны біледі халық. Кейін үлкен адамдарды шаршап қайтатыны белгілі. Санасы сансырап, тойдан өте бір шаршап қайтады. Бұны біз кейде ол асабалардан да көрмейміз. Біз кейде оны өзімізден көреміз, жыршылар. Себебі біз өзіміз сол халықты баурап ала алмай қалдық па деп ойлаймыз. Болмаса асабаларға айтамыз ғой кейде, жаным-ау, жап-жас баласың, мына сөзді айтпай-ақ қойсаң қайтеді, нәбір қимылыңды көрсетпей қойғанда қайтеді, бір ілетісеу еттің ғой дегенде, халық соны қарайды, тойдың иесі солай деп айтты дейді. Сосын біз амалсыз айтамыз дейді. Басқа дұрыс әңгіме айтпа, тек билет, секіртіп ойнап, қалжың айт деп өздері айтады дейді. Соған қарағанда ойлаймын, ол балаларды емес, біз өзімізден біз халықтың сусындайтын нәрсесін бере алмай қалдық па, әлде алба төкпе кешегі дүние қуған заманда қолымыздан шығарып алдық па деп бір айтатыным, мына Ақан серінің киносында бір күлкілі жағдайлар болады. Білесіздер, ана бәйге қосайын деп келген кезде бір ана бұқшиып жүретін бір бала болады ғой, әзілдеп. Ана басқа жақсы сөз айтып жатса, ана әзілдей береді. Әзілдей береді, қолында қылышымен басын шауып түсті дегенде басына қойып қойған өтірік басы шығып кетіп, уах, екі басым болған жақсы болды, бір жылдан аман қалып тағы да әзілдеп алады. Сосын ана жерде, ей, бір қымыз әкелші деп әзілдеп қалады. Бұны қазақ бәдіктер деп айтқан. Бәдіктер ол болған. Ана Ақан серінің қасында жүреді, мысалы кеше Қашаған аталарымыздың қасында да бәдіктер болған. Халық бір жалығып батқан кезде күлдіріп бәдіктерді сөйлетіп алатын болған. Бірақ толық беріп қоймайды оған. Негізгі үріл өздерінде болады да, бір халық жалықтырмау үшін бәдік айттырып, бір-бірімен анауылдың бәдігін, мынауылдың бәдігін айттырып, бір қызық қылып отыратын болған. Бірақ енді сол бәдікті қазір тойды соған толықтай беріп қойдық. Оның да енді арты жақсы болсын деп айтамын, мына жыршылар соған қостайтын шығар. Енді сосын өзім ойлайтын едім, осы біздің сөзіміз Есенғалиға келіп тоқтап қалды. Сәттіғұлдың сөзін айттық, Қашағанның сөзін айттық, Нұрымдыкін айттық, Абылды айттық, Есенғалиді айттық. Халыққа біз солардың сөзінен қорытып, жаңа Мұқағали айтқандай, шекпен киген қазақтың қара өлеңін шапан жауып өзіне қайтарамын деп. Соны біз бере алмай қалдық па деп, мен осы соңғы кезде бір Исахандардың ізімен бір жыр шығарып жүрмін. Соны айтып беруге рұқсат болса, бір айтып жіберейін. Әрине, рұқсат Алладан. Мынау енді насихат сөзім, өсиеттеріме ой толғауым деген жырларым бар. Сол мынау насихат сөзім. деп сөз бастап, елдік пен ерлік жыр еттім, жыраулардың кешегі сөзімен өзін пір еттім. Салт дәстүрін үлгі етіп, Маңғыстау деген түбектің
имандылық заманды келеді қайта түлеткім. Жаназығын берумен ей келген мен қанша күлөккім. Тыңдаушы жоқ бұрынғы өткізе алмай жырымды, жігерімді құм еттім. Әмір болса Алладан, ақиқаттан, атыптан түзелер заман келеткін. Әмір болса болынар, жаратқан жаппар Алладан, болады бәрі бұйрықпен, құдайсыз қурайсынбаған. Сөзіме халық түсінер, зейін қойып тыңдаған, біреуді қойса қуантып, қайғы беріп, біреуге көңілін Алла мұңдаған. Әзіреті Аюп пайғамбар құт жегенде 7 жыл, ей, құт жегенде 7 жыл реніш өкпе қылмаған. 30 жылын Дәуітте аттандырып бақиға реніш өкпе қылмаған. Шүкір етіп Аллаға көңілін қайта шыңдаған. Қабыл етіп тәубесін жаратқан жаппар бір Құдай, Сүлейменді жолдаған. Өмірге адам келгесін, ей, қозғалар бастап еңбектеп. Өмір байы бақытқа жетуге маңдай терлетпек. Ақылды адам белгісі жақсыларды үлгетпек. Надан пенде әуелден жаманға еріп кергетпек. Жақсы болса балаңыз алғыс алып халықтан өнерін өрге өрлетпек. Жаман бала тірілмайыз, сеніміңді азайтып көңіліңді шөлдетпек. Балаға керек жасынан тәлім тәрбие алатын отбасылық нұр мектеп. Орынсыз сөйлеу қарамас, қарайтып көңіл кірлетпек. Мақтанышпен реніш ашуын өртеп жояды, сауапты жиған тірдектеп. Санаға Құдай бермесең, ей, қанша айтқанмен пайда жоқ, нақыл бір сөзбен өрнектеп. Жаратқан жаппар қолдаса, шешілер түйін түйілген. Құдіретіменен Құданың бастағы тұманы сейілген. Сынағына Алланың жөн емес дейді күйінген. Не көрсек те көреміз, ей, іштегі ықылас пейілден. Не жақсылар өткен жоқ, естіген жұрты сүйінген. Естіген жұрты сүйінген. Көрмесең де пайдасын жақсылық қыл халқыңа, ұрпағын көрер кейіннен. Жігіттің қандай екенін сапарлас болсаң білерсің, шыққасын ұзап үйіңнен. Зекетін бермей жинасаң, байлықта жүрек қырайтар, сасыған боқтай үйілген. Ақирет күні пайда жоқ, тірліктегі баянсыз шалқаған, ей, дәурен күйіңнен ой. Жастық шағартта қалады бұлақтай таза мөлдіреп. Жігіттіктің жалауы тұрмайды мәңгі желбіреп. Қарттық келіп бір күні дегеніне көндірет. Ауру сырқау көбейіп, ей, неше бір пәле төндірет. Өмірдің жалған екенін сенбесең де сендірет. Бұйрық күтіп Алладан атылуға дайын тұр, ажал деген зеңбірек. Ол оқтың қашан тиерін Алладан басқа кім білет. Кімді қашан оларын лауқыменен мақбұзда қояды өзі белгілеп. Атылған күні ажалық өшірер жүрек шамыңды. Әзірейіл келіп алады бір шыбындай жаныңды. Қимайда тастап кетесің дәреже бансап тағыңды. Тірнектеп жиған малыңды. Ал бұл дүние баянсыз кім-кімнен де қалынды. Әзәзіл шайтан азғырып, кедейлікпен қорқытып жүрекке жағары жалынды. Тірлікте қылың ағайым, ақиреттік қамыңды. Тұрғызғаннан да пайда жоқ, бұйық қып көмбез тамыңды. Ал бұл дүние бәйтерек, пікір етсең сараптап. Көлеңкесіне отырып кетеміз біраз қонақтап. Хадисте солай айтулай, түсініп білсең парақтап. Қанша дәулет жисаң да қала алмайсың тұрақтап. Әзірейіл келсе қалады алтын тонды үстіңе, кисең де қанша қабаттап. Ал сөзіңе халық түсінер, пікірмен айтсаң сабақтап. Баянсыздың соңында келеміз шауып далақтап. Бұл дүнияның дұрысы, жаратқан жаппар иеңді есіге қалсаң мадақтап. Халқыңа қылып жақсылық, Алланың берген дәулетін жолына керек жаратпа. Бір күні асып кетесің тірлік деген белестен. Ақиретте пайда жоқ байлық деген елестен.
араны ашық тойымсыз талайлар кетті ел тонап құдайға шүкір деместен. Не тәкаппар өткен жоқ көкірегі көкпен теңескен. Ал нешелер жүйрік өткен жоқ айдарынан желескен. Көкірегі соқыр кер тартпа бұлар да өтті қасарып ақиқат жолбен егескен. Әулелер өтті үлгілі нәпсісін жеңіп күрескен. Жақсы мен жаман айырып періште менен кеңескен. Азамат ерлер білдірмес аштығы менен тоңғанын. Қаснадандар білмейді басына бақтың қонғанын. Тәкаппар адам айтпайды өзінен қате болғанын. Сараң адам білдірмес қалтасының толғанын. Ал тексіз алым тойымсыз талайлар ептілік деп ойлайды халықтан жырып алғанын. Нәпсісі жеңіп ойлатпас тозақта отқа жанбағын. Елін тонап жегеннің көрбейсің сірә оңғанын. Біреудің адалы қақын жебей ұрпаққа артар салмағын. Жігіттік жасты ойлатпас бұл дүнияның жалғанын. Есер соқ тентек түсінбес ал жастықтың кетіп қалғанын. Үлкендікке еленіп қайраты келмеп солғанын. Қызыл тілмен өткірлеп ұрсаңда қанша тоқпақты. Жең алмайсың сөзбенен бет қасарысқан бет бақты. Сөз түсінбес ондайға мәншәмбейде тоқтапты. Кешіп өтіп болар ма өткел бербес батпақты. Ал бүкілді сүрә көр түзер қабірге салып бетіне жапқан күні қақпақты. Кешегі өткен аталар дүнияға былғанбай жүрегін таза сақтапты. Солардай болып бұл күнде жан қалауын кім тапты? Жан қалауын түсінбей көп болса біраз мал тапты. Жүрекке барып қонбаса жазғанмен де пайда жоқ, өлең деп құрап шатпақты. Бұл күндері білгіш көп сұрамас ақыл ешпенде. Балаңда кейде тіл алмас жетіліп біраз өскенде. Достарыңды байқарсың басыңа үс түскенде. Жағдайың кетіп ауырып саулықтың оты өшкенде. Ағайында доста көп бақыттан самал ескенде. Аңсауында жайраңдап қызықты өмір кешкенде. Ағаның қадірін білерсің басыңа қиын іс түсіп көмегін қылып шешкенде. Жақсылық пен жамандық алдыңнан шығар барлығы бақиға ауып көшкенде. Ал бес тірлікке 5 күн алданып Тәңір алдына барғандай болмайық қуысай бос кеуде. Ұнаған сияқты ма? Ұнап атқан сияқты. Өзің айтып хабарлап жібереді? Олай болса ода басқармадан да бір Гүлай жеңгеміз бар еді. Гүлай Бақытқызы. Осы қошемет көсіп қоямыз келдіңіз. Қошеметтеп қойсаңыздар. Осы өнерді жетелеп жүрген, өнерімізді өлтірмей болса көптеген жылшыларды кешін жасаған. Өзінен көптеген жұлдыздардың жұлдызын жаққан апамыз. Өнерге қолдау көрсетіп жүрген апамыз. Мен мына арасында айтып қояйын, мына Бақытқызы бізге бір жақындығы да бар, соны пайдаланып. Мен октябрь айында жасаймын деген. Мен октябрь айында бір себептерімен болмайды, реті келмейді деп. Ноябрь айына ауыстырып. Одан да олай айтқанда біз кішкене мүмкіндік жоқ екенін айттық. Декабрь 2024-ге өткізіңіз деп едім, жоқ, болмайды. Осы жылға өткізем деп алып келіп жатыр. Қол соғып қошемет көсіп қояйық. Бүгінгі шығармашылық кеште Қарақия, Маңғыстау, Мұнайлы, Түпқараған аудандарынан келіп отырған қадірлі қонақтар бар. Әсіресе мына жақын Сенек, Құланды, Аққұдық, Қызылсу, Қарақұдықтан келіп отырған үлкен ардагер ағаларыма, ақжаулықты аналарыма басымды иіп алғыс айтқым келеді. Енді Мұнайлы ауданынан келіп отырған Сара Ноғаева, сізге де үлкен ризашылығым шексіз. Мұндай шараларды өткізген уақытта әсіресе
ата бабаның өсиеті менен халқымыздың тарихын бүгінгі ұрпаққа жалғап жүрген күйшілер, жыршы, жыраулар, термешілердің, дәстүрлі ән өнерпаздарының шығармашылық кештерін өткізуді біз биылға мақсат қылып қойдық. Бірнеше шығармашылық кештер өтті. Бірақ әттең деп қынжылтатын жағдай, сөзі мен мазмұны арзан әндерге әуестеніп, бүгінгі таңда біздің жас буынымыздың осындай тарихи жыр дастандарды тыңдауы, залды толтыруы қиынға түседі. Әрине оған жастарды кінәлауға болмайды. Көпшілік жағдайда біз осындай шараларды көбірек өткізіп, мұрындық болып, соны тәрбиелеуге ұмтылуымыз керек. Өйткені көрерменнің ой пайымы, түйіні арқылы біз халықты тәрбиелейміз. Сондықтан жаны жайсаң жақсылар. Осындай әдемі кешті бағалап, светтің сөніп қалған ақаулығына қарамай, соңына дейін отырғандарыңызға ризашылығым шексіз. Бүгінгі кештің негізгі жүргізушісі Шабыт халықаралық фестивалінің жүлдегері Ербол Алшынбай деген жігіт еді. Аяқ астынан келе алмай қалды. Сондықтан әрине жүргізуші болмаса бағдарлама өзгеріп кетеді ғой. Соған қарамастан осындай ситуациялық моменттен алып шығып тұрған жыр иесіне және осы жыр иесінің ұрпағы Ғазизжанға үлкен ризашылығымды айтқым келеді. Жалпы Қырымның 40 батыры жырын тек Маңғыстау емес, Өзбекстан және Түркменстан елдеріне жырлап келген біздің өңірден осы жыршы Азамат пен Жанар Нұрмұханова деген біздің өнерпазымыз. Міне осындай тек қана Маңғыстау өңірі ғана емес, республика, халықаралық деңгейде осы жырды танытып жүрген Азаматқа басқарма басшысы атынан арнайы келіп тұрған алғыс бар. Аманат ретінде табыстағым келеді. Қадірлі жыр иесі, Маңғыстау облысының мәдениеті мен өнерін дамытуға қосқан ересен үлкен үлесіңіз үшін алғыс. Алғыс Маңғыстау облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Әбілқайыр Жанайұлы Байпақовтан. Бүгінгі жыр иесіне сізді «Жыраулар жалғасы» атты кітабының тұсаукесері менен бүгінгі шығармашылық жыр кешіңіздің өтуімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақтың қазақ әлемге мәшһүр болып тамырын терең тартқан бәйтеректей жайқалып дамылуына себепкер халық ауыз әдебиеті. Оның ішінде дәстүрлі өнері десек, осы бір тектік өнердің төресі саналатын жыршы жыраулық өнердің алар орны тіпті ерекше. Ата-бабадан өсиет болып бүгінге жеткен ұлыларымыздың қисса дастандары елді рухтандырып, сөз құдіреті арқылы бүтін ұлттың тұтастығын, елдің бірлігін сақтап, қалары және оларға үлесін қосып та келеді. Осы аталған шын жырдың бір шығыршығы, ұлы тізбектің үзігі, көненің көзі болып, қарапайым адамдық қасиетіңіз, ақындық дарыныңыз бенен жыршы жыраулық өнеріңіз арқылы имандылықты, ата-бабамыздың салт дәстүрі мен әдебін насихаттаудан танбаған өнегелі ісіңізбен мұнайлы қаламызға, әрісі күллі Маңғыстау аймағына, республикамызға белгілі абыройлы азаматсыз. Бүгінде қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесіңіз, шығармашылық еңбектеріңіз, жоғары азаматтық жауапкершіліктегі көзқарасыңыз бенен парасатты әке, отбасының асқар тауы ата деген құрметке биік тұлғасыз. Ең бастысы, түбектің дамуына, еліміздің өркендеуіне, мәдениет пен рухты көтеруде әрқашан жұмыла, береке бірліктегі еңбек ете беруімізге, баталы істердің арғарай жалғасын таба беруіне шын жүректен тілектеспін. Сізге мықты денсаулық, отбасы амандығын, игілікті істеріңізге толағай табыс пен шығармашылық шабыттарды тілейміз. Игі тілек
Жаңаөзен қаласының мәдениет саласы атынан. Қадірлі әлеумет, Жаңаөзен қаласында осындай шығармашылық кештердің өтуіне қолдау көрсетіп, бар мүмкіндікті жасап отырған Жаңаөзен қаласы әкіміне үлкен ризашылығыммен алғыс айтқым келеді. Сіздердің алдарыңызда. Халық тыңдаса айта береді дейміз, енді бірақ уақыттың аяқталғанын хабарлап жатыр, солай мына жақтан тоқтат деп хабар келіп жатыр. Тоқтат деп. Сондықтан мына енді сахнаға суретке түсіруге осы жерге бір шақырайын деп жатыр. Келіп суретке түсіп. Ал Бейсенов ағамен суретке түсеміз десеңіздер мархабат. Болады енді. Келіңіздер. Ал онда кешімізді аяқталды деп жариялаймыз. Жұрсүйер қауым келгендеріңізге көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Жыр кешінде жолдайды. Құрметті көрермен, Арғынжан айналайын. Мен туған нағашың болатып, үндемей сөйлемей кетуге тағы да жүрексініп тұрмын, сөйлейін десем көптің алдына көп шығып та көрген жоқ едім. Бір өлең шумағы бар еді, соны оқып берейін. Арғын, саған өлең шумағы бір еді, оқиын деп жатырмын. Бойымды кернеп құшағын, ағалық гүл топ құшағын, мына есеп беру тойыңда қолыңды қатты қысамын, тілеймін бақыт асқарын, гүлдене берсін жас жаның, өрлесін мейлі шалқысын, жүректе сезім асқағын. Нағашыларының атына.